Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз ұлы ақын, кемеңгер ойшыл Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығымен танысамыз. Сабағымыздың тақырыбы Абай дана, Абай дара қазақта. Сабағымызды Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе, адамдықты іздесең, жаттап тоқы көңілге» деген өлеңмен бастағым келіп тұр. Оқушылар, Абай есімін естігенде есімізге не түседі? Абай кім? Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, философ, жазушы, дана ағартушы, көркем жазба әдебиетінің кемеңгері, аудармашы, классик, композитор. Мың 1890-1898 жылдар арасында жазған шығармалары қара сөз деп аталады. Жалпы саны 45 бөлек шығарма. Абайдың қара сөздері адамдарды адам болуға, ізгі ниетті адамгершілік қасиеттерінің мол болуына, жаман дағдыларынан аулақ болуға үйретеді. Олай болса, Абайдың бір-екі қара сөзімен танысып өтейік. Абай Құнанбайұлы өзінің 18-ші қара сөзінде былай деген екен: тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ емес. Одан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Ал енді жедел сұрақтарға көшейік. Мен сұрақ қоямын, сендер бірден жауап беруге тырысыңдар. Ауызша. Абайдың шын аты кім? Ибрахим. Абайдың руы? Тобықты. Абайдың кішкентай кезінде телғара деп аталу себебі? Ұлжан мен Айқыздың ортасында өскен. Абайдың әжесі кім? Зере. Табиғат лирикасы ішіндегі ең алғаш жазылған өлеңі қандай? Жаз. Абайдың неше қара сөзі бар? Жақсы, 45, жарайсыңдар. Оқушылар, енді сендерге мына жерде мюнцеберг әдісі арқылы әріптер берілген. Осы әріптердің ішінен белгілі бір тақырыптағы Абайдың өлеңі шығады, соны тауып алыңдар. Қандай өлең жасырылған? Жазғы тұры. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, атанадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайраңдасып жас күлер құрбысымен, көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп көрісіп құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып сырласып мауқын басып, түйе боздап қой қоздап қорада шу, көбелекпен құспенен сайда дуду, гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Жақсы, жарайсыңдар. Бүгін біз кім туралы айттық? Саған бүгінгі сынып сағаты ұнады ма? Осы сынып сағатынан өзіңе не алдың? Достарыңа қандай ұсыныс айтып жүрер едің? Елбасының менің балаларым мен ертеңгі ұрпағыма Абайдан артық, Абайдан ұлы, Абайдан киелі ұғым болмауы тиіс деп айтылған бір жақсы сөзі бар екен. Олай болса, Абай атамыз бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырларымен де бізбен бірге мәңгі жасай береді. Абай атамыздың есімін құрметтеп, білімді, тәрбиелі ұл мен қыздар болып ержетулеріңе шын жүректен тілектеспін. Сендердің сондай болатындарыңа сенемін. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.